Саламатсыз ба? Мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі. Курс 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімнің сабақ жоспары 25 сұрақты зерделеу, соңында бақылау тестін тапсыру. Кеттік. Бірінші сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызмет атқару мемлекеттік қызметшілер үшін қандай талаптар қояды? Дұрыс жауабы, мемлекеттік қызмет атқару мемлекеттік қызметшілер үшін моральдық әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қояды. Келесі сұрақ. Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады. Келесі сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, қоғам мемлекеттік қызметшіге не деп сенеді? Дұрыс жауабы, қоғам мемлекеттік қызметшіге өзінің барлық күш-жігерін, білімі мен тәжірибесін өзі жүзеге асыратын кәсіби қызметіне жұмсайды, өзінің отанына қалтқысыз әрі адал қызмет етеді деп сенеді. Келесі сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде нені жақтауға тиіс? Дұрыс жауабы, мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын жақтауға тиіс. Келесі сұрақ. Әдеп кодексі не нәрсеге бағытталған? Бұл сұрақтың барлық жауаптары дұрыс. Әдеп кодексі халықтың мемлекеттік органдарға сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынастың жоғарғы мәдениетін қалыптастыруға, мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайларының алдын алуға бағытталған. Келесі сұрақ. Әдеп кодексі нені белгілейді? Әдеп кодексі мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлқының негізгі стандарттарын белгілейді. Келесі сұрақ. Әдеп кодексінің мәтінін мемлекеттік органдардың ғимараттарында баршаға көрінетіндей жерде орналастыруды кім қамтамасыз етеді? Кодекстің мәтінін мемлекеттік органдардың ғимараттарында баршаға көрінетіндей жерде орналастыруды мемлекеттік органдардың басшылары қамтамасыз етеді. Келесі сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызметші мемлекеттік қызметке тұрғаннан кейін осы кодекстің мәтінімен қандай мерзімде таныстырылуға тиіс?
мемлекеттік қызметші әдеп кодексінің мәтінімен 3 күн мерзімде таныстырылуға тиіс. Келесі сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, мінез құлықтың жалпы стандарттары бойынша мемлекеттік қызметшілер не істеуге тиіс? Жалпы стандарттар бойынша мемлекеттік қызметшілер Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға ықпал етуге тиіс. Дәл осындай сұрақ. Мінез құлықтың жалпы стандарттары бойынша мемлекеттік қызметшілер не істеуге тиіс? Мінез құлықтың жалпы стандарттары бойынша мемлекеттік қызметшілерге бірнеше талаптар қойылған. Солардың бірі мемлекеттік және басқа тілдерге құрметпен қарау. Келесі сұрақ. Тағы да, мінез құлықтың жалпы стандарттары бойынша мемлекеттік қызметшілер қандай болуға тиіс? Жалпы стандарттар бойынша мемлекеттік қызметшілер адал, әділ, қарапайым болуға тиіс. Келесі сұрақ. Мінез құлықтың жалпы стандарттары бойынша мемлекеттік қызметшілер кімдермен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытуға тиіс? Жалпы стандарттар бойынша мемлекеттік қызметшілер азаматтармен және әріптестермен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытуға тиіс. Келесі сұрақ. Мемлекеттік қызметшілер қандай шешімдердің заңдылығы мен әділдігін қамтамасыз етуге тиіс? Мемлекеттік қызметшілер өздері қабылдайтын шешімдердің заңдылығы мен әділдігін қамтамасыз етуге тиіс. Келесі сұрақ. Өзінің іс-әрекетімен және мінез құлқымен қоғам тарапынан айтылатын сынға себепкер болмау мінез құлықтың жалпы стандарттарына жатады. Келесі сұрақ. Мына талаптардың қайсысы мінез құлықтың жалпы стандарттарына жатады?
Барлық жауаптар дұрыс. Мінез-құлықтың жалпы стандарттарына өзінің іс-әрекетімен және мінез-құлқымен қоғам тарапынан айтылатын сынға себепкер болмау, сынағаны үшін қудалауға жол бермеу, орынды сынды кемшіліктерді жою мен өзінің қызметін жақсарту үшін пайдалану. Барлық жауаптар дұрыс. Келесі сұрақ. Мына талаптардың қайсысы мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Мемлекеттік қызметші жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде өзінің қызметтік жағдайын пайдаланбауға тиіс. Бұл талап мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады. Келесі сұрақ. Мына талаптардың қайсысы мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Мемлекеттік қызметші шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратпауға тиіс. Бұл жалпы стандарт. Келесі сұрақ. Мына талаптардың қайсысы мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Мемлекеттік қызметші мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге, оны ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсатта пайдалануға тиіс. Бұл мінез-құлықтың жалпы стандарттары. Келесі сұрақ. Мінез-құлықтың жалпы стандарттарының тағы бір талабы қандай? Мемлекеттік қызметші қызметтік тәртіпті бұлжытпай сақтауға, өзінің қызметтік міндеттерін адал, бейтарап және сапалы атқаруға, жұмыс уақытын ұтымды және тиімді пайдалануға тиіс. Бұл мінез-құлықтың жалпы стандарттары. Келесі сұрақ. Жалпы стандарттардың тағы бірі қандай? Мемлекеттік қызметші мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша тұрақты түрде шаралар қабылдауға тиіс. Бұл да мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады. Келесі сұрақ. Тағы да мінез-құлықтың жалпы стандарттарына не жатады? Мемлекеттік қызметші құқық бұзушылықтар мен теріс қылықтарды жасауға жол бермеуге тиіс. Бұл да мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады. Келесі сұрақ. Мінез-құлықтың жалпы стандарттарына не жатады?
мемлекеттік қызметші іскерлік әдепті және ресми мінез құлық қағидаларын сақтауға тиіс. Бұл да жалпы стандарттар. Келесі сұрақ. Мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті қандай болуға тиіс? Мемлекеттік қызметшінің сырт келбеті мемлекеттік аппараттың беделін нығайтуға ықпал етуге, жалпы қабылданған іскерлік талаптарына сай болуға тиіс. Келесі сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызметшілер қызметтік жағдайларын қоғамдық және діни бірлестіктердің мүдделеріне, оларға көзқарасын насихаттау үшін пайдалана алады ма? Жоқ. Мемлекеттік қызметшілер қызметтік жағдайларын қоғамдық және діни бірлестіктердің мүдделеріне, оларға көзқарасын насихаттау үшін пайдаланбауға тиіс. Келесі және соңғы сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызметшілер ұжымда өз діни көзқарасын ашық көрсете алады ма? Жоқ. Мемлекеттік қызметшілер ұжымда өз діни көзқарасын ашық көрсете алмайды. Бірінші бөлімнің 25 сұрағы аяқталды. Оларды бекіту үшін бақылау тестіне көшейік. Бірінші сұрақ. Әдеп кодексіне сәйкес, мына талаптардың қайсысы мінез құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Дұрыс нұсқасы 2. Қызметтік тәртіпті бұлжытпай сақтау, өзінің қызметтік міндеттерін адал, бейтарап және сапалы атқару, жұмыс уақытын ұтымды және тиімді пайдалану жалпы стандарттарға жатады. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде нені жақтауға тиіс? Дұрыс нұсқасы 2. Мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын жақтауға тиіс. Мінез құлықтың жалпы стандарттарына не жатады? Төртінші нұсқаны таңдағандардікі дұрыс. Келесі сұрақ. Мемлекеттік қызметшілер қызмет жағдайларын қоғамдық және діни бірлестіктердің мүдделеріне, оларға көзқарасын насихаттау үшін пайдалана алады ма?
Дұрыс нұсқасы 3, жоқ, пайдаланбауға тиіс. Келесі сұрақ. Жалпы стандарттар бойынша мемлекеттік қызметшілер не істеуге тиіс? Төртінші нұсқаны таңдағандардікі дұрыс. Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға ықпал ету жалпы стандарттарға жатады. Келесі сұрақ. Мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті қандай болуға тиіс? Үшінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік аппараттың беделін нығайтуға ықпал етуге жалпы қабылданған іскерлік талаптарына сай болуға тиіс. Мемлекеттік қызмет атқару мемлекеттік қызметшілер үшін қандай талаптар қояды? Екінші нұсқа дұрыс. Моральдық әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қояды. Мына талаптардың қайсысы мінез құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Дұрыс нұсқасы 1. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша тұрақты түрде шаралар қабылдау. Мемлекеттік қызметші мемлекеттік қызметке тұрғаннан кейін осы кодекстің мәтінімен қандай мерзімде таныстырылуға тиіс? Бірінші нұсқа дұрыс, 3 күн мерзімде. Мінез құлықтың жалпы стандарттары бойынша мемлекеттік қызметшілер не істеуге тиіс? Дұрыс нұсқасы 3. Мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік және басқа тілдерге құрметпен қарауға тиіс. Бұл жалпы стандарт. Әдеп кодексіне сәйкес, мемлекеттік қызметшілер қандай шешімдердің заңдылығы мен әділдігін қамтамасыз етуге тиіс? Үшінші нұсқа дұрыс. Өздері қабылдайтын шешімдердің заңдылығы мен әділдігін қамтамасыз етуге тиіс. Әдеп кодексі нені белгілейді?
Дұрыс нұсқасы 3. Әдеп кодексі мемлекеттік қызметшілердің мінез құлқының негізгі стандарттарын белгілейді. Мына талаптардың қайсысы мінез құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Төртінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету, ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсатта ғана пайдалану талабы жалпы стандарттарға жатады. Мемлекеттік қызметшілер ұжымда өз діни көзқарасын ашық көрсете алады ма? Екінші нұсқа дұрыс, жоқ. Мінез құлықтың жалпы стандарттары бойынша мемлекеттік қызметшілер қандай болуға тиіс? Үшінші нұсқа дұрыс. Адал, әділ, қарапайым болуға тиіс. Кодекстің мәтінін мемлекеттік органдардың ғимаратында баршаға көрінетіндей жерде орналастыруды кім қамтамасыз етеді? Екінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік органдардың басшылары қамтамасыз етеді. Мына талаптардың қайсысы мінез құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Бірінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік қызметші өзінің іс-әрекетімен және мінез құлқымен қоғам тарапынан айтылатын сынға себепкер болмауға тиіс. Жалпы стандарттар бойынша мемлекеттік қызметшілер кімдермен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытуға тиіс? Үшінші нұсқа дұрыс. Азаматтармен және әріптестермен. Мына талаптардың қайсысы мінез құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Екінші нұсқа дұрыс. Іскерлік әдепті және ресми мінез құлық қағидаларын сақтау жалпы стандарттарға жатады. Қоғам мемлекеттік қызметшіге не деп сенеді?
Екінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік қызметші өзінің барлық күш-жігері мен білімі мен тәжірибесін өзі жүзеге асыратын кәсіби қызметіне жұмсайды, өзінің отанына қалтқысыз әрі адал қызмет етеді деп сенеді. Мына талаптардың қайсысы мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Үшінші нұсқа дұрыс. Мемлекеттік қызметші жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде өзінің қызметтік жағдайын пайдаланбауға тиіс. Бұл мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады. Әдеп кодексі не нәрсеге бағытталған? Төртінші нұсқа дұрыс. Барлық жауаптар дұрыс жауаптар. Мына талаптардың қайсысы мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Үшінші нұсқа дұрыс. Құқық бұзушылықтар мен теріс қылықтарды жасауға жол бермеу мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады. Мемлекеттік қызмет атқару Төртінші нұсқа дұрыс. Қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады. Мына талаптардың қайсысы мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады? Екінші нұсқа дұрыс. Шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратпау мінез-құлықтың жалпы стандарттарына жатады. Әдеп кодексі тақырыбындағы бірінші сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.